Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біздер жасыл қызанақтардан қысқы салат дайындайтын боламыз. Оған қажетті құралдарды барлығын көрсетіп, сіздерге дайындап қойдым. Және жеке-жеке тоқталатын боламыз. Алдымен 2,5 килограммдай жасыл немесе қызара бастаған ал қызыл қызанақтарымызды 2-ге бөліп, осылай жіңішке етіп турап аламыз. Турап болғаннан кейін келесі бізге болгар бұрышын енді негізінен 3 штуктай, яғни данадай пайдалануға болады. Мен болгар бұрышым көлемді болғандықтан бір ғана данасын пайдаландым. Осындай видеода көрсетілгендей ұсақтап жіңішке етіп турауға болады. Келесі бізде жуа. Менің видеомда 2 ғана жуаны пайдаландым. Көлеміне байланысты 3 данада болуға болады. Осылай 2-ге бөліп, жіңішке етіп турап аламыз. Одан кейін бізге қажетті сәбіз 1 килограммдай пайдаланамыз. 1 килограмм сәбізді осындай сәбіз үккіштің көмегімен майдалап алуға болады. Болмаса өзімізде пышақпен де турап қоюға болады. Және бір бума осындай сарымсақты пайдаланып, жеке-жеке кішкентай қылдырып, осындай уақтап, майдалап турап аламыз. Барлық құрамды араластырамыз. Дәмдеуіштерімізді қосамыз. Бұл жерде 1,5 ас қасық қант және 1 қасық тұз саламыз. Менде тұзым толық болмағасын қосымша тағы салдым. Және де 9%-лық 60 мл уксусымызды қоямыз. Және 60 мл қайнатылған сұйық майымызды сарымсақтың үстіне жақсылап түріп қоямыз. Барлық құрамын біркелкі етіп араластырамыз. Және өз қалауымызша ащы бұрышты да қосуға болады. Мен артынан қостым. Банкілерімізге орналастырып, салқын суды ыдысымызға құйып, қайнағаннан кейін 30-40 минуттан кейін аламыз. Ас болсын.